Амансыздар ма, жақсыларым? Үй жағдайында лавашты бірге жасайық. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын лавашты сатып алмай-ақ өзіңіз үйде жасаңыз. Біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Ұнға қайнаған суды құйып, үстінен тұз қосып, сұйық майды құйып, қасықпен жақсылап араластырамыз. Содан кейін қолымызбен илейтін боламыз. Осындай лаваштар диетада жүрген адамдарға нағыз керек. Артық салмақ қоспайтыны рас. Қамырды жақсылап елеп, осындай жұмсақтықта болу қажет. Пакетикке салып, 30 минутқа қоямыз. Арасында бірнеше мәрте қайтара елейміз. Сонда қамырымыз эластичный, жұмсақ болады. Енді бірнеше бөліктерге бөліп алып, қамырға ұнды сеуіп, енді оны оқтаумен жазатын боламыз. Қамырымыз осындай жұқалықта болу қажет. Енді бізге керекті өлшеммен өлшеп, кесіп аламыз. Орташа отта, құрғақ табада екі жағынан қызартып аламыз. 30 секундтай жетеді. Видеода көріп тұрғаныңыздай, тез әрі оңай. Қамырды ұзыннан ғып жайып, духовкаға да пісіруге болады. Лаваштарымыз дайын болып қалды. Мына осындай әдемі болып шығады. Енді суды алып, кисточканың көмегімен жағып шығамыз. Қамыры сәл жабысып қалуы мүмкін бір-бірімен. Оны қолыңызбен ажырата аласыздар. Дәл осы тәсілмен жасайтын болсаңыз, комментарияда пікір қалдырыңыз. Үстінен пищевой пленка немесе пакетикпен жауып қойып, орамалмен жабамыз. Лавашымыз 20 минуттай дем алу қажет. Біреуін су жақпай сізге көрсету үшін алып қалдым. Мына осындай керемет лаваш шығады. Өзіме қатты ұнайды осы тәсілмен жасаған. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де қатты ұнайтынына сенемін. Біздің лавашымыз дайын. Видеода көріп тұрғаныңыздай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын лаваш. Ішіне салма салып орасаңыз да керемет болып шығады. Дүкендікінен де өте дәмді. Міндетті түрде жасап, жанұяңызды қуантыңыз. Бұндай лаваш дүкенде сатылмайтыны сөзсіз. Құрметті менің көрермендерім, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Бұл каналдың дамуына қатты әсерін тигізеді. Сізге видео ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бір жасағаннан осындай лавашты өмір бойы жасайтын боласыздар. Өте дәмі зор болып шығатыны рас. Біздің арнамызда сізге ұнайтын видеолар өте көп. Кіріп көрсеңіздер болады. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода кездескенше.